Ұлы жібек жолы бойындағы қалалар: Түркістан, Ясы. Ұлы жібек жолы тармағында орналасқан көне қала Түркістан. 14 ғасырдың соңы мен 15 ғасырдың басында қала әйгілі ғұлама Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тұрғызылуымен байланысты оңтүстік Қазақстан өңірінде маңызды әкімшілік, сауда, саяси, мәдени орталық ретінде санала бастады. Экранда жоқ ақпарат. Қазақ хандары Түркістан қаласын саяси астана ретінде бекіткен болатын. Және кейінгі ғасырларда Түркістан ірі егіншілік аймағының орталығы болды. Енді осы Түркістан қаласы туралы ортағасырлық тарихшы Ибн Рузбиханның мәліметі бойынша былай дейді: Орта Азия мен Қытай аралығында атақты сауда бекетіне айналған қала Түркістан қаласы. Сондай-ақ Ибн Рузбихан былай дейді: Ясы қаласына тауарлар мен қымбат бағалы заттар жеткізіледі де сол жерде сату басталады. Қала көпестердің теңделген жүктерін шешіп, саяхатшылар тобы әр елге аттандыратын орын есептелінді дейді. Бұл Түркістан қаласы. Келесі Сауран қаласы. Осы Түркістанның солтүстік шығысқа қарай орналасқан ортағасырлық ірі сауда қалаларының бірі. Қала туралы алғашқы мәліметтер 10 ғасырға жатады. Осы 10 ғасырда өмір сүрген араб географы Әл-Магдиси қаланы былай деп сипаттайды. Міне Магдисидің сипаттауы: Сауран бірінен кейін бірі 7 қабырғамен қоршалған үлкен қала. Оның рабады бар. Үлкен мешіті ішкі қалада орналасқан деп сипаттайды Сауран қаласын. Және 16 ғасырда Ибн Рузбихан Сауран шаһары туралы былай дейді. Міне экранда тұр, былай дейді: Бұл қала керемет көркем, ауасы өте таза, адам жанын көркейтіп сергітеді. Маңайы құлпырған бау-бақшалар мен әртүрлі ағаштарға толы, қаланы айналдыра биік дуалдар қоршап тұр. Ал оның етегіне терең ор қазылғандықтан жау ала алмайды деп жазған болатын Ибн Рузбихан 16 ғасырда. Енді осы қалаға байланысты тағы бір мәлімет қалып бара жатыр. Сауран қаласы қала сумен кәріздер жүйесі арқылы қамтамасыз етілген, сумен кәріздер жүйесі арқылы. Сонда Сауранның жаугершілік жағдайға лайықтап тұрғызылған қалың қорғаныс дуалдары оны мықты бекініс ретінде танымал еткен болатын. Бұл Сауран қаласы.